Ашу дұшпан, ақыл дос. Ашу бар жерде аяу бар. Ақылды үйренуге құмар, ақымақ үйретуге құмар. Ақылы қандай, айтуы сондай. Ақылдасқан алданбайды. Ақыл көптің азығы. Ақыл мен ар абырой, азаматтың жаны ғой. Ақыл кеңес, ақылға сеп. Бас аяқтан ақыл сұрамайды. Басқаның ақылы босағадан аттағанша. Көз көруге, ақыл білуге, жүрек сүюге тоймайды. Ақыл өз парасатымен әулетті. Ақиқат ақыл шырағы. Ата-ананың сөзі, ақыл кеңес көзі. Ақыл тасты жарады, арақ басты жарады. Арағыңды жұтпаймын, ақылымды құртпаймын. Ашудан қасаң тартарсың, күлкіден жасаң тартарсың. Ашу қысса қаның қатып, тасты теуіп қаларсың. Аяғыңды қан қақсатып, сазайыңды аларсың. Адамды ақыл ардақтатады. Текеден ақыл кеңес алған қошқар, төбеден өзін сорға бастар. Істі айғаймен тындырмайды, ақылмен тындырады. Кешіккен ақыл қалады қапыл. Алапат күште ақылға жол береді. Ақыл бары, әлі бары, бақытының жанғаны. Ақыл көптің азығы. Әлің жетпеген жерде ақылмен ал. Адамның тізгіні ақылы. Ақыл өлшемі парасат. Ашулы баста ақыл тұрмайды. Ашушаң алдымен қартаяды. Ашулының алдынан шықпа. Алдаспан құрал емес, ақыл құрал. Адамның көркі ақыл. Ашу үстіндегі ұстамдылық алтыннан қымбат. Ақыл жасқа қарамайды, басқа қарайды. Ақиған көзде ақыл аз. Ғылым ақылдың жартысы. Көп күштен аз ақыл артық. Ашушаңды ашуландырып, сырын алады. Ашуы келгенге, келгеннен сақ бол. Аюды жеңген жарты батыр, ашуын жеңген бүтін батыр. Ағаттық өткен соң, ақыл кеңестен не қайыр? Албырттан ақыл іздеме. Ашу ақмақтықтан басталып, өкінішпен тынады. Ұлы ақылдар ұқсас. Аптығу мен ашудан ақыл құтын қашырған. Ақыл кеңес әмір емес. Ашуға жеңдірген әділ бола алмас. Ашу ақылшы болып жартпайды. Ақыл адам ажары. Ақыл нәрі болса, бәрі болар. Ақыл патшалығына дән ексең, егініңді орақсыз орасын. Ақыл деген алтын тәж әр басқа қона бермейді. Аз ақыл азап. Ақыл жан қуаты. Ашу келсе, ақыл кетер. Ашу шабыстырады, ақыл табыстырады.
Жақсы адамның ашуы шәй орамал кепкенше. Ашу деген ағын су, алдын ашсаң арқырар. Ақыл деген дария, алдың тоссаң тоқырар. Ақылдан ашу көп болса, ақыл кетер. Ашудан ақыл көп болса, ашу нетер. Ашу ақылдың тонаушысы, ақыл адамның қорғаушысы. Ашудың мақсаты кез келген кедергіні күшпен тез жою. Өз ашуын өзі баса білген адам күшті адам. Ашулы адам ешқандай пайдасыз басқаларды зәбірлейді. Бойды ашуға билетпе. Ашулану аз уақытқа ес-уас болу деген сөз. Аш кісінің ашуы жаман. Қайтып келер есікті қатты серіппе. Ашу тұрған жерде ақыл тұрмас. Ашу үстінде ант жүрмейді. Айтысып сөзге келгенше ақылмен жөнге кел. Ақыл бастан, асыл тастан. Көп жамандықтың басы ашу. Ашулану әлсіздіктің белгісі. Ашулану ауыр дерт. Ашу боран секілді біраз уақыттан кейін басылады, бірақ оған дейін көп бұтақты сындырып үлгереді. Жақсының сөзі ақыл шақырады, жаманның сөзі ашу шақырады. Ашу ақылсыздықпен басталып, өкінумен аяқталады. Ақылы үстем адам бірінші ойланады, кейін шешім қабылдайды. Ашуы үстем адам бірінші шешім қабылдайды, кейін ойланады.